Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Нұртажынайық. Және бүгін бізде өте бір керемет челлендж болмақ. Иә достар, бұл челлендж жүйеге келмейтін шығар, бірақ қазір біз бұл челлендждің шарттарын айтатын боламыз. Иә, бұл челленджде біз Бексұлтан Серіктің видеосындағы сөздерді қолданатын боламыз. Яғни, Бексұлтан Серіктің видеосындағы сөздерді досының WhatsApp нөміріне жіберетін боламыз. Содан кейін оның реакциясын бірге тамашалайтын боламыз. Егер сізге осындай рубрика ұнайтын болса, лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер және осы видеомен достармен бөлісіп кетіңдер. Сендердің лайктарын, просмотрларын, подписаться еткендердің қаншалықты көп болады, сол кезде осындай рубрикаларды көп шығаратын боламын. Ендеше достар, біз кеттік. Достар, бәріне сәлем деп досыма жазған болатынмын. Қазір міне мына жерде ма көрінетін болады видео. Сосын ол маған былай жауап қайтарды. Салам, негізі бұл жерде тек мен, группа емес деген. Уже реакциясы былай нормально болып келеді, иә достар? Достар, жаңа мен бүйтіп жаздым міне. Мен Бексұлтан Серік деп жаздым. Сол кезде ол кім деп жазып жіберіпті. Мен қазір айтам, білмейсің ба не, өй заманнан қалыпсың ғой деп. Білмейсің ба не, өй заманнан қалыпсың ғой деп жазатын боламын. Заманнан қалыпсың ғой. Заманнан қалыпсың ғой деп жаздым. Қазір оның бізге ответін күтетін боламыз. Енші қазір шамалы видео тез жүргізетін боламыз. Достар, маған ол былай ответ қайтарыпты. Өзіне қарап алшы деп, қазір мына жерде шығып тұрады, қалай қандай смайлик жібергені. Енді мен оған қазір айтам. Астанаға қыс келген ба деп. Қыс келген ба. Қазір оның ответін күтетін боламыз. Жібердім. Енді ответін оның күтетін боламыз. Достар, досым маған ответ қайтарды. Қумаш барлық жақта қазір құс қо. Сен нағып қуып отырсың дейді. Уже ашулана бастады. Енді мен оған қазір былай жазам. Бексұлтан Серіктің 24 сағат ННН-нің өмірімен сүрем дегенде мынандай не бар еді. Қазір көрсетем. Чо там? Мен ННН-ға емес Алишқа ұқсап баратырмын. Алишқа ұқсап бара жатырмын. Өстіп жіберем. Енді қазір оның ответін күтетін боламыз, ал қазір уақыт өзімен өзі тез өтетін болады. Достар, маған досым ответ қайтарды. Енді какая разница дейді. Қазір мен оған енді бұлай жазатын боламын. Мистер Коха мен Бексұлтан Серік түскенде мынандай жазған еді ол. Бексұлтан Серік бұлай айтатын еді. 10 қолым никак болып тұр ғой. 10 қолым никак болып тұр ғой. Сол қолды ала берсей деп. Сол қолды ала берсей. Достар, енді ответін күтетін боламыз. Қазір уақытты тез өткізетін боламыз. Сол себепті сіздер ешкімді байқамай қалатын боласыздар. Енше уақытты өткізейін. Достар, досым маған мынандай ответ қайтарды. Не деп кеттің деп. Қазір мен оған Бексұлтан Серіктің сәбіз деген бір программаға түсті ғой, сода жазатын боламын. Жеңімпазды шеф повар анықтайтын болады. Енді қазір досын ответін күтетін боламыз. Ал сіздерге бұл 1 секундте болады. Достар, досым маған бұлай ответ қайтарды. Сені мүлде түсінбедім деп. Енді мен қазір бұлай айтам. Бексұлтан Серіктің айтатынше. Ендеше сау болыңыздар деймді. Содан кейін барамда оған пранк екенін айтатын боламын. Қазір ендеше сау болыңыздар. Міне, енді қазір достар, оның ответін күтетін боламыз, содан кейін бұны пранк деп айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Достар, досым маған давай деп жазып жіберіпті. Ё-моё, достар, ол маған мені заблокировать етіп саған. Достар, мен негізі пранк деп айтып үлгермей қалдым, ертең айтатын боламын. Достар, осымен қызықты видеомыз аяқталды. Видеоны болса лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер және осы видеоны достармен бөлісіп кетіңдер. Ендеше біз кеттік.